Тіл халықтың басты қарым-қатынас құралы. Балық тілсіз болса да, халық тілсіз болмайды деген Қадыр Мырза атамыздың нақылындағыдай, тілсіз халық түгілі жеке тұлға өмірін елестету қиын. Толыққанды адам ретінде өмір сүрудің негізгі кілті қоршаған ортамен байланыс болса, бұл байланысты қамтамасыз ететін басты элемент тіл. Тіл тағдыры ел тағдырымен бір тұтас болғандықтан, тілдің мәңгі жасауы халықтың ұлттық құндылықтарын жоғары дәрежеде дәріптеумен сипатталады. Дербес еліміздің тарих тамыры тереңге бойлаған, қасиет оты еш сөнбеген ұлттық тілі әр қазақ патриотының жүрегінде сөйлеп тұр. Қасиетті тіліміздің жоспарлы саяси дамуы халқымыздың тілдік құқығын қорғау бастамасы. Көркем әдебиет пен ісқағаз тілін қалыптастыру жұмыстары Әлихан Бөкейханов пен Ахмет Байтұрсынов сынды зиялыларымыздың ерен еңбегінен бастау алған. Заман қысымына орай ұлт болашағы бұлыңғыр тартқан шақта ұлттық тіліміздің тағдырын шешуде зиялыларымыз ұсынған жол айрықша болды. Сол себептен тіліміздің бүгіні мен болашағын бағамдау үшін осы жолда сабағыла жалғастыруымыз қажет. Қазақстан азаматтары құрметтеуге тиіс ұлттық тіл қазақ тілі. Тіліміз Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі статусын 1989 жылы 22 қыркүйекте иеленді. Сонымен қатар осы жылы Қазақстан Республикасының тілдер туралы заңы қабылданды. Қорытындылай келсе, қазақ тілінің бүгінгі ахуалы күрделі мәселе. Қазақ тілі қолданыста деген сөз тек қағаз жүзінде орындалуға апара жатқандай. Мемлекет тарапынан жасалған қолдауларды дұрыс пайдаланып, тіл мәртебесін көтеру республика азаматтарының әрбірінің азаматтық борышы. Ұлттың тілі, ұлттың ділі деп халық даналары айтқандай, ұлтымызды сақтайық. Ана тіліміздің айбанын асқақтатып, қасиетті қазақ жерінде қазақ тілінің мәртебесін көтерейік. Төл тілімізден қашпай, керісінше төрге сүйрейік. Сонда ғана Қазақстан түндігі берекелі болмақ.